Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақтың жеті ата және жеті ұрпақ танымы туралы толық мәлімет беретін боламыз. Арнамызда тек пайдалы ақпараттармен бөлісеміз, сондықтан тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қазақ ұлты қандастықты негіз етіп, ру тайпа, арыс, ұлыс сияқты үлкенді кішілі қауымдастықтардан құралған халық. Ата-бабаларымыз қырық рулы елміз, қарға тамырлы қазақпыз деген туысқандықты, қандастықты, сыйластықты дәріптеп келген. Қазақтың дәстүрлі шежіресінде ата текті қуып, еркек кіндікті, қандастықты, туысқандықты негіз етіп шежіре таратып, 300-ге кеңейтіп тұтас бір ұлттың ата тек шежіресін қалыптастырады. Иісі қазақ баласы бір-бірімен кезіккенде қай жердің адамысың деп сұрамайды. Қайсы елсің деп сұрайды. Бұлай ата жөн сұрау ата-бабаларымыздан қалған салт дәстүр. Қазақ баласы өз ұрпақтарына жеті атасын білу тәрбиесін жүргізіп отырған. Бұл талапты қазақ қоғамының барлық мүшесі білуге тиісті парыз санаған. Әрбір қоғам мүшесі жеті атасын білмеуді ұят, ар-намыс деп білген, тек ата-ана тәрбиесін көрмеген, жетім болмаса жеті атасын білуге тиіс деп санаған. Халқымыздың жеті ата тәрбиесі жеті атасының атын айтып берумен. Бірге өз жеті атасының ата мекенін, өріс қоныстарын, елге аты кең жайылған би шешен. Батырларын, ақын жырауларын, таңба ұрандарын, салт дәстүрлерін айтып беретін әліппелік сауаты болуды талап етеді. Біз сөз етіп отырған жеті ата деген ұғым нені білдіреді, бұның жеті ұрпақ атауымен қандай қатынасы бар? Бұл қазақ шежіресіндегі күрделі тақырыптардың бірі. Халқымыздың дәстүрлі шежіресінде бұрыннан бері қос жетілік ата таралым жалпыласып келген. Бұл туралы Мөрқан Кемелханұлы Қытайларда жазу өнері ерте қалыптасқандықтан көп нәрселерді ерте бастан жазып сызып тарихи мұрағат жасай алды. Ал қазақ ұлты қос жетілік ұғым қалдырды. Қазақ ұлтының некелік заңы жалаң некелік көзқарас негізінде емес, тарихи қанды кіршіксіздік, гендік тазалық жүйесіне құрылған. Ру, оның нақты құрылымдық жүйесі, қазақ халқының шежірелік жүйесі туралы. Шинжияң қоғамдық ғылымы журналы 2013 жылы 3 сан 35 бет деген көзқарасын айтады. Біз бұл мақаланың негізгі арқауы болған қазақтың дәстүрлі шежіресінде бұрыннан айтылып келе жатқан жеті ата және жеті ұрпақты, яғни осы қос жетілік ұстанымды оқымысты ғалым, зерттеушілердің жазған ғылыми еңбектерінен мысал келтіре отырып түсіндіруді жөн көрдік. Жеті ата шежіресі ру тайпа, ұлыстар шежіресінің алтын бастауы, яғни қазақ халқының шежіресін қалыптастыратын түп негіз болып табылады. Сондықтан ең алдымен жеті ата атауына қарай ат басын бұралық. Экрандағы мысалдар жеті ата атауын түсінудің нақты дәлелі бола алады. Біз жоғарыдағы ғалым, оқымысты, зерттеушілердің көзқарастарынан қазақ шежіресіндегі жеті ата атауының біркелкі емес көп нұсқалы, әрі күрделі екенін байқай аламыз. Қазақтың дәстүрлі шежіресінде жеті ата кеден бастап жоғары саналады. Қазақтың дәстүрлі шежірелі көзқарасы бойынша жеті атаны ата-бабалар деп атаймыз. Жеті атаны өзіңнен немесе балаңнан бастап жоғары санау дұрыс емес, бұлай санау жеті атаға жатпайды. Жеті атаны біздің ата-бабаларымыз деп түсінген жөн. Сондықтан жеті атаны әкеден бастап жоғары санау керек. Біз сөз етіп отырған қазақтың дәстүрлі шежіре мәдениетіндегі жеті ата атауы мен жеті ұрпақ атауы екеуі екі басқа ұғым. Жеті ата әкеден бастап жоғары саналады да, жеті ұрпақ баладан бастап төмен саналады. Міне, бұл қазақтың дәстүрлі шежіре мәдениетіндегі қос жетілік тәлім болып табылады. Жеті ата мен жеті ұрпақты қосқанда жиыны 14 ата болады. Осы қос жетілік шартқа толған бір түп тұқияннан таралған қандастық топ ру деп аталады. Жеті ұрпақ немесе үш ағайын атауы туралы біз жеті ұрпақ атауы мен үш ағайын атауына мысал келтіре отырып талдау жасалық. Экранға назар аударыңыз. Экрандағы жеті ұрпақ туралы айтылған атаудағы көзқарастар негізгі жағынан ұқсас болғанмен ұрпақтардың рет тәртібіндегі атауларда ұқсамастық байқалып жатады. Мысалы, жеті ұрпақ атауындағы 4-ші ұрпақты өбере, немене, шөбере, шөпшек, 5-ші ұрпақты шөпшек, туажат, немене, өбере, көгенжат, 6-ші ұрпақты туажат, жүрежат, 7-ші ұрпақты жонымыз, жуажат деп әр алуан атайды.
Міне, бұдан жеті ұрпақ атауының көп нұсқалы күрделі халықтық атау екенін білеміз. Қазақ ұлты тілге бай халық. Ата шежіремізге зер салсақ жау танымас, қуажат, көгенжат сияқты өңірлік ерекшелікке ие жерлік атауларды байқай аламыз. Ал көптеген шежірелерде қолданып жүрген 5-ші ұрпақ атауы болған неменені ешқандай қандастықты, туысқандықты білдірмейді. Бұл атау ешқандай мағына бермейді деп жеті ұрпақ атауынан оп-оңай шығарып тастауға да келмейді. Қазақ шежіресі барлыққа келгеннен бері қолданып келе жатқан немене сөзі жалпыласқан халықтық атау. Сондықтан немене атауын жалғасты зерттеп, тіл мамандары мен тарихшылардың сараптауынан өткізу керек деп қараймыз. Жеті ата мен жеті ұрпақ атауын тіл мамандарының еншісіне қалдырып, өзіміз сөз еткен тақырыпқа қайта оралайық. Моңғолиялық тарих шежіреші Шынай Рахметұлы 3 ағайын, 15 ұрпақты былай таратады. Немере ағайын. Бірінші бала, екінші немере, үшінші шөбере, төртінші шөпшек, бесінші өбере жамарт уажат, жетінші жат, сегізінші жекжат, тоғызыншы жырағат, оныншы жамағат, қалыс ағайын, 11-ші өркен, 12-ші әулет, 13-ші зәузат, 14-ші жаран, 15-ші қалыс. Міне, бұдан Шынай Рахметұлы қазақ шежіресіндегі туыстық атауларға жүйелі ғылыми ізденіс жасағанын аңғарамыз. Қазақтың дәстүрлі шежіресіндегі қандастықты, туысқандықты білдіретін жеті ата және жеті ұрпақ атауы туралы тіл мамандары мен тарих зерттеген ғалымдарымыздың байырғы туыстық атауларымызды ала-құлалықтан арылтып бір арнаға түсіруін, жүйеге келтіруін үміт етеміз. Жинақтап айтқанда, қазақ шежіресіндегі жеті атакеден бастап жоғары қарай түп-тұқиянға дейін тараса, жеті ұрпақ баладан бастап төмен қарай жүрі жатқа дейін таратылып, қос жетілік ата ұстаным қалыптастырады. Мұнда әке жеті атаға уәкілдік етсе, бала жеті ұрпаққа уәкілдік етеді. Шежірешілер айтып жүрген өзің деген атау жеті ата немесе жеті ұрпақ атауында кездеспейді. Сондықтан мұндай атауды халықтың байырғы туыстық атауында қолданбаған жөн. Қазақ халқының әйгілі жазушысы Сәбит Мұқанов қазақ тарихы туралы қай кезеңде кімдер жазса да бір мәселеге талас жоқ сияқты. Ол қазақ халқының көне замандардағы көшпелі рулардан құралуы деген дана көзқарасын айтқан еді. Қазақ ұлты 200-ден астам ру тайпалардан құралған халық. Ол өз ішінде ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз және төре, қожа сияқты ру тайпаларды қамтитыны баршаға белгілі. Көрнекті тарих ғалымы Манаш Қозыбаев ру деген сөз бау, сан, тайпа, тұқым, тек, арыс, жұрт, ел, отан сияқты халықтың барша тарихын көрсетер категорияларды білдіреді дейді. Қазақ халқы қан тазалығын, ұрпақтарының сапалы, ақылды болуын ерекше дәріптеп жеті ата араламай қыз алысып, қыз берісуді қатаң шектеумен бірге бір рудың адамдары өзара қыз алыспайды. Қазақ фольклорында көп айтылатын ғашықтар еңлік пен кебек, қалқаман мен мамыр халқымыздың жеті атаға толмай қыз алыспау сынды қандастық салт дәстүрді бұзғандығы үшін өлім жазасына бұйырылған екен. Қазақтың рулық жүйесі туралы Шынай Рахметұлы туыстар немесе көршілес бірнеше отбасы бір қоныста отырса, ауыл, ауылдас, көрші. Іргелес алшақтау болса, жерлес, қандас жеті атадан құралғандар бір атаның кіндігінен тараған, бір ата, 13 атадан асса, ру. Бірнеше ру қандастықпен, я бір мүддемен біріксе тайпа. Бірнеше тайпа қоғамдасып, жүз болып қауымдасады, тілі мен дәстүрі, мәдениеті, өзіндік мекен жері, әлеуметтік рух, жігері, этникалық ерекшелігі ортақтасып, дараланса ұлт болады деп өте жақсы талдау жасаған. Ал біздің бір бөлім шежіре жазушыларымыз қазақтың жеті ата араламай қыз алыспау дәстүрін әлі түсінбей келеді. Жеті атаға толдық, 8-ші атадан бастап қыз алысуға болады деп жаңсақ ұғым тудырып келеді. Бұлай айтсақ ұрпақ шатасады. Жеті ата немесе жеті ұрпақ сынды қос жетілік атау ұстанымға қайшы келеміз. Халқымыз шала молда дін бұзар деген ақылия сөзін тектен тек айтпаған. Сондықтан жеті ата араламай, жеті өзен аттамай қыз алысып, қыз беріспеу дәстүрін берік сақтауымыз керек. Қазақта аталас туыстар ру дәрежесіне көтерілмей келсе келмес үйлене салмаған. Халқымыздың жеті ата заңы бұған қатаң тыйым салып отырған.
Қазақтың қыз алысып қыз берісу дәстүрі туралы тарихшы Ақселеу Сейдімбековтің жеті жұртты куәға тартып, яғни жеті рудан кісі шақырып, ала арқан керіп, ала жіп аттап, боз бие шалып аталастығымызды ұмытпайық деп бармақтарын қанға малып, елдік ұран мен таңба белгілесетін болған деген сөзі жеті атаға толмай қыз алыспау заңының жеті ата мен жеті ұрпақты қамтиды, тіпті қатаң екенін растай түседі. Қазақта жеті атасының атын білмейтін адам өте аз кезігеді. Адам нәсілін жақсарту үшін ата-бабаларымыз жеті ата заңы сынды озық көзқарастарды ертеден ортаға қойып қанды бұзбау, ұрпақты аздырмау, өз ұрпақтарының сапалы, сау денелі, жарамды болуын талап етеді. Қазақ салт дәстүрін танушы Камына Жанбозұлы қазақтың рулық атауы туралы қазақ ауылы қазақ қоғамындағы ең шағын бірлік. Қазақ қоғамында туысы жақын 10 шақты түтін бір ауыл, ал жеті атадан тараған бірнеше ауыл бір ата аймақ есептелген. 13-15 атадан қосылатын аймақтар бір ру болды дейді. Көптеген мамандар мен зерттеушілердің көзқарасына қарағанда халық шежіресіндегі ру дегеніміз бір атадан таралған қандас туыстардың 13 немесе 15 атаға барғанда қалыптасқан топ деген қорытынды шығаруға болады. Қазақтың жеті ата заңы сонау әз Жәнібек хан заманында кемелденіп, қазақ мемлекетінің ата заңы ретінде мойындалып атқарылған. Бұл жеті ата заңын ең алғаш ортаға қойған ғұлама ғалым Қара Үзген Шипагер 15 ғасырдың ұлы данышпаны. Қазақтану ғылымының атасы Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы еді. Ол шамамен 1458 жылдан бастап 1472 жылдар аралығында әз Жәнібек ханның жарлығымен ханның ақ ордасындағы Арнаулы сарайында шипагерлік баян атты аса кесек ғылыми еңбегін жазып шыққан. Ғалым жеті атаға толмай қыз алыспау көзқарасын әз Жәнібек ханға дәт айту арқылы тұтас халқына жарлық түсіртіп, болашақ ұрпақтарының сапалы, ақылды, сау денелі болу шартын қойып, адамзат тарихында генетика ғылымының алғашқы негізін қалады. Өтейбойдақ атамыз өз шығармасында 30 атадан кейін қыз алса, ұрпақ ақылды туады деген ең озық көзқарасын ортаға қойған. Халқымыз жақын туыстар өзара қыз алысып қыз берісуге қатаң тыйым салған. Бұған қазақ қауымындағы хан да, қара да шартсыз бойсынып отырған. Тарихтағы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке хан билік құрған замандағы жеті жарғы заңында өз жалғасын тауып қазіргі заманға дейін терең тамыр тартып халқымыздың асыл салт дәстүріне айналып кетті.